Қайырлы күн достар, бүгін сіздермен өте нәзік, үлпілдеп тұратын салаттың рецептісімен бөлісетін боламын. Бізге керегі сәбіз, азғантай чеснок және сыр, піскен жұмыртқа керек болады. Шикі сәбізімізді терканың ең кішкентай бөлігінен өткізіп аламыз. Оған чесногымызды қосып және майонезімізді қосып араластырып алып шетке қойып қоямыз. Жұмыртқаларымызды ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Бұларды теркадан өткіземіз және сырымызды теркадан өткізіп дайындап аламыз. Ыдысымызға сырымыздың жартысын салып, оның үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Енді майонезбен араласқан сәбізімізді салып шығамыз. Енді сәбіздің үстіне майонез жақпаймыз. Ендігі кезекте жұмыртқамыздың ағын салып шығамыз. Майонезімізді жағып шығамыз. Енді үстіне қайтадан сәбізімізді саламыз. Енді қалған сырымызды қайтадан салып, үстіне майонезімізді жағып шығамыз. Ендігі кезекте бетіне жұмыртқамыздың сарысын сеуіп шығамыз. Осымен біздің үлпілдек өте нәзік болып шыққан салатымыз дайын. Үйде міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте қарапайым, тез жасалатын салат. Міндетті түрде үйде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Маған тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер. Ас болсын.